Екінші бөлім. Алло, Тәке, мен ғой. Шыңғыс. Жұмыста сөйлесе алмадым. Айтайын дегенім, біздің жұмысымыз жақсы болып келеді. Ал енді былай істейік. Мен сіздерге сатылымға көп көлемде тауар жіберіп тұрам. Уәделескенімізде есептесу мерзімінде ұзартам, бірақ бағасы қымбаттау болғалы тұр. Тәке, түсінген шығарсыз. Иә, міне көріп тұрғаныңыздай, бұл екеумізге де пайдалы болады. Иә. Тәке, сізден бір өтінерім, бұл жөнде ешкімге тіс жармаңыз. Иә, келістік. Жақсы, олай болса жақсы. Жақсы болыңыз. Сәлем. Қайда жоғалып кеттің? Сөзіме құлақ тұр, Кука. Не? Сен жалпы немен айналыспақшысың? Әкем де саған ашулы. Сенікі күн ұзаққа бос сандалыс. Ал ұрыстың бәрін мен естуім керек пе? Жоқ, мен жұмыс істеп жүрмін ғой. Білем қандай жұмыс екен. Түні бойы тентіреп жүресің. Ана бір достарыңның немен айналысатыны да белгісіз. Соңғы жамандыққа ұшыратпасын, бауырым. Қысқасы өзіңнің де, өзгенің де миын ашытқаның жетер. Одан да әзірге мүмкіндік пайдаланып оқуға түс. Өзім көмек берем. Алмуды немесе дене тәрбиесі институтын таңда. Иә. Сәлем, Әнел. Бір қалыпты ғой. Қалай? Енді о жағын білмеймін. Апаңмен бе? Әнел, ол ыңғайсыздау емес пе? Иә, жарайды, әрине келем. Жақсы, сау бол, хабарласармыз. Кука! Кука! Осы сенің қашан ақылың кірер екен, а? Жол жиегіне қарай. Тоқтат дедім ғой саған. Ұқпай қалдың ба? Тоқтат деймін. Тоқтат. Тоқтат дедім мен саған жол шетіне. Тежегішті бас. Қалайсыңдар, жігіттер? Сәлем, құрметтім. Қайда жол тарттың? Солтүстікке қарай, ал не болып қалды? Нең қалай? Жеміс жидекті аямай артып алыпсың. Ол жақта өткізе сап табыстың астында қаласың. Бізбен бөлісің келмей ме? Аздап бірдеңе тастап кетсеңші. Иесі мен емеспін, жүк менікі емес. Қош, өтірікті суша сапырмай. Бәріңде кедей бола қаласыңдар. Қожайыны емессіңдер. Я тіпті солай делік. Онда жол ақысын төледінде бақталып, иеңнен аларыңды аларсың. Қанеке ақшаң шығар әйтпесе қазір өртеп жібереміз. Маған әлі жетіп алым керек, түсінсеңдерші. Жарайды, әкел. Енді бара бер. Жолың ашық, бауырым. Қойшы. Кім қойшы? Кім қойшы дейміз? Жарайды, қойшқа ана. Кеттік. Мұның не? Жүре берсін. Кеттік.
жүр. Өте жақсы. Әке-шешең немен айналысады? Әкем ауылдық әкімнің орынбасары еді. Кеңес заманда бас агроном болған. Сосын совхоз директорының орынбасары болды. Қазір зейнеткер, бірақ жұмыссыз отыра алмайды. Иә. Кезінде жұмыстан бас алмағандар енді қалай қарап отырсын. Міне мұнан елдің әкесі де күн ұзаққа жұмыста жүретін. Біресе облысқа, біресе жиналыс деп, енді бірде Мәскеуден тексеру келді деп шапқылап жүруші еді. Басқаша айтсақ әбден шыныққан партияға нағыз берілген жандар ғой. Егер тірі болса, мүмкін ол да үйде отырмасы анық. Ал шешең ше? Апамда бұрын жұмыс істеген. Мамандығы мұғалім, қазір үй шаруасында. Менің тағда екіншегім бар. Жақсы. Жан, ыстық тамақ ішесіз бе? Жоқ, рахмет. Міне әкем келді. Бәріңе сәлем. Бүгін әжемдікіне қонсам бола ма? Жақсы, жарайды, қонсын қона ғой балақайым. Мұның да танысқысы келген. Сәлемет папа. Мынау Шыңғыс танысық қой, бұл менің үлкен ағам. Есімі Жан. Өте жақсы, Шыңғыс. Естуім бар, Анел айтқан. Отырыңыз. Айтпақшы, Асқар Болатұлының хал жағдай қалай? Бәрі жақсы. Ыстық ас ішесің бе? Рахмет апа, жұмыстан тамақ іштім. Талғаттар ғой дейме? Қалайсың, жағдай қалай? Жақсы, өзіңше. Қалай? Жақсы. Салам алейкум. Дастарханға төрлетіңдер. Қана, біз асығып жүрек, бір шаруалармен сосын жолғармыз. Жарайды. Кездескенше. Қана, тыңдаш. Мұнда кітапхана қай жерде? Қайда кітапхана? Кітапты қайдан алушы еді? Барып кітап алатын жер ше. Жина маған дайындал оқуға түсесің деген еді. Қайда оқуға түспексің? Алмуға болмаса дене тәрбиесі институтына жақында емтихан. Айтпақшы, Пушкин көшесіне кітапхана бар ғой дейм, бірақ онда алдын ала тіркелу керек. Меніңше жайдан жай кіргізбейді. Қайдағы еркін кіріп шығуыңа болады. Кітап алар кезде кепілге ақша қалдырсаң болды, бітті шаруаң. Білім алғың келсе, негізі ол да артық болмас. Дұрыс, оқуыңа төс. Кәне көка, сен үшін алып қояйық. Алло, сәлеметсіз бе? Мен хабарландыру бойынша 3 бөлмелі пәтер мәселесімен хабарласқам, иә. Пәтерді қай кезде қарап шығуға болады? Жарайды, менің есім Шыңғыс. Онда ертең хабарласармыз. Жарайды, жақсы, сау болыңыз. Алло, тәке. Алдым. Шыңғыс, бұл өте жайлаудан болып саналады. Пәтерде өте қолайлы әрі кірпіштен салынғандықтан іші жып-жылы. Негізі бүгін тағы 2 адаммен кездеспекші, алайда кепілге ақша қалдырсаңыз, онда бұл пәтер сіздікі. Алло, иә, тыңдап тұрмын. Жүкті тиеп жібердік. Демек өздерің күтіп аласыздар. Сосын, тәке, зауыт туралы ойыңыз қызықтырып тұр. Ойланып ақылдаса жатармыз. Болды, жақсы, көріскенше. Иә, солайдағы. Құттықтаймын. Мұндайда шаңырақ биік болсын демеуші ме еді? Керемет. Рахмет бауырым. Иә, енді үйленуім ғана қалды. Қане тездеу онда. Мұна қабырғаның бәрін алып тастайым. Мұнда бір ғана үлкен бөлме болады. Мұна жерде ас бөлмесі, ана жақта балалар бөлмесі. Ал мына түсті доллардың көрінісіне ұқсайтын жапсырма тұрғызам. Сен үштігілі жоқ болма. Апам телефон соқты. Бақыттың соң қоңырау болыпты. Иә, пәтер жақсы екен. Әнел, үйленсек қайтеді? Шыңғыс, рас айтасың ба? Бұл қай әзілің? Жоқ, қалжыңым емес. Бұл шын ниетім.
Мен не дерімді білмей тұрмын, ойлануым керек. Күтпеген жерден. Ойланатын несі бар? Бір-бірімізді сүйеміз. Меніңше сенде аруды енді ешқашан кездестірмеспін. Рас айтам. Мен сені сүйем. Мен де сені сүйем. Саған не десем екен Шыңғыс? Жаман жігіт емессің. Апам да оң көзбен қарайтын сияқты. Иә. Сәлем бердік. Қазір қолым бос емес. Сосын хабарлас. Жақсы. Ал негізінде қарындасым не айтса, сол болады. Егер ол келіскен болса, онда... Иә. Сәке. Салам алейкум. Қалайсыз? Ептеп, сізге енді 10 минуттан соң өзім хабарласам, жарай ма? Мақұл. Сонымен, Анел келіскен болса, мен де құптаймын. Тек апам бәрінің дұрыс болғанын, яғни құда түсуді тағы басқаларын талап етуі мүмкін. Мен ертең үйге бармақшым, інім мектепті бітіріпті. Сөз арасында туыстармен ақылдасармын. Олай болса, делегацияны күтіңдер. О жағынан қам жеме. Бәрі ойдағыдай болады. Апам мұндайда пысық жан. Бәрін түсінеді. Алия, сүт берші. Сонымен қандай жоспарың бар? Қайда оқуға бармақсың? Алматыда кез келген жоғарғы оқу орнына түсіре аламын. Ол туралы ойланған жоқпын. Мектепті бітіре сала бірден барғым келмейді. Лешаға да жұмыс істей тұрам. Содан әркісін көре жатармыз. Не қарайлайтыны бар? Көктем шыға салысымен сені армияға алып кетеді. Мейлі әкетсе кетсін. Борышымды атқарып қайтам. Шаршадым. Оқуға түстеп жалынудан шаршадым. Апа, міндетті түрде институтқа түсуім керек пе? Ауыл шаруашылығымен айналысқым келеді. Оқуға түсіп қайтем, апа. Қойшы. Тыңда, онда ауыл шаруашылығы институтына барып оқы. Ол жерде неше түрлі факультет бар. Мүмкін сырттай оқырсың. Бақаның өз шаруашылығы болатын болса, мамандардың өзі жұмыс істейді. Оқып не қылам? Міне, көрдіңіздер ме? Әне әкем келді. Менің қуыршағым, менің қуыршағым. Менің қуыршағым. Қуыршағы бар екен ғой. Қалайсыз, сәке? Сағындырдыңдар ғой. Балам-ау. Әке, қалайсыз? Міне. Денсаулығыңыз қалай? Алла деп. Үйге кірейік. Шыңғыс үйленбекші болды да. Атанам бір сүгіні құда түсуге баратын болды. Ал үйлену тойы осында бола ма? Қайдам, сөзіне қарағанда қалада болатын сияқты. Қалыңдығы аппақ көйлек киетін шығар. Керемет. Ал сен үйленетін болсаң, қалыңдығың ақ көйлек әпересің бе? Білмеймін. Көйлек неге аппақ болуы тиіс, қызыл түсте киюге болады ғой. Аналарды қара бір нәрсе білдіріп отыр. Сендер не? Мұнда бірдеңе шегіп отырсыңдар ма? Мүмкін соған қоса шеше ашып беру керек шығар, а? Есейдік ержеттік дегендерің бе бұл? Қанеке темекін тасыңдар. Жомарт, саған айт тұрмын. Болды. Ең сұлу арулар да еңбекшіде. Ең ақылды жігіттер де еңбекшіде. Ең жуас сиырлар да еңбекшіде. Ең жүйрік тұлпарлар да еңбекшіде. Оу, еңбекші! Еңбекші! Тағы бірдеңе жейсің бе? Ал енді өздеріңізге белгілі. Бүгін осы үйге біз екі жастың, екі баламыздың ақ ниеттерін алып келіп отырмыз. Рұқсат етсеңіздер, мына келіп отырған кісілермен таныстырып өтейін. Бұл кісі
менің жездем. Шыңғыстың әкесі Ерсайын Кеңесұлы болады. Ал бұл менің сүйікті әпкем, Шыңғыстың анасы Айша Баймұратқызы. Мен Шыңғыстың нағашы ағасы болам. Есімім Әбдікәрім. Енді қусаңыздар да, ұрсаңыздар да, ерік өздеріңізде. Бір Алланы аузымызға алып, алдарыңызға құда түсіп келіп отырмыз. Осындай дастархан жайып, қарсы алып отырғандарыңыз үшін сіздерге рахмет. 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 Ал енді құдалармен танысқанымыз үшін бір көтеріп тастамаймыз ба? Мұнда мен 6 жастамын. Солай ма? Ал мына қасыңдағы жігіт кім? Бұл менің балабақшадағы ғашығым ғой. Бір түрлі бәрі қызықсыз. Мен кинодағыдай болатын шығар десем. Сонда сен алып қашып кетуің керек пе еді? Не, бірден алып қашуың керек пе? Сәл шыдас, жаным. Ресми жоралғыдан қашып құтыла алмайсың. Бүгін бәрі риза болса, ертең неке сарайына барып арыз береміз. Сосын үйлену тойымызға санаулы күндер қалады. Енді қызымыз өз сыңарын тапқан екен. Мен не дейін, бақытты болсын. Мен өз басым қарсы емеспін. Шыңғыз екінші ұлымдай болсын. Ой, бәрекелді, бәрекелді. Ал Ереке, Айша әпке, құттықтаймын сіздерді. Әлима жеңгемен құда-құдағи болыңыздар. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық деген бар емес пе? Алла тағала осы жақсылықтарыңызды ұзағынан сүйіндірсін. Ал құтты болсын. Әумин. Алия, Ал құтты болсын. Құтты болсын. алыңыз. Ал, Мінекейіңіз. Ереке, бұл біздің отбасымыздың атынан сізге көрсеткен құрметіміз. Рахмет. Ал құтты болсын. Әлима жеңге, құтты болсын. Иә, құтты болсын. Сізге де бас құда. Иә. Сізге де бас құда. Сәлеметсіз бе? Сізге көмек керек пе? Иә, маған мұнда дененің мықтылығына қатысты. Спортқа қатысты ма? Спортқа. Иә, спортқа. Иә, ол мұнда. Міне осында. 75-ші бөлік. Тізімді алыңыз. Демек бұлай. Міне қараңыз. Шифрды көрдіңіз бе? Оу, бозбала жігітім, кешіріңіз. Біз жабуға тиіспіз. Ұйықтап қалған ба? Оқасы жоқ, ондай болады. Кешіріңіз, мына үш кітапты өзімен бірге алсам бола ма? Ертең емтихан еді. Үлгермей қалатын сияқтымын, өтінемін. Жақсы, тек куәлігіңізді қалдырып кетіңіз. Көп рахмет. Мә, Апа, Леша қайда, тойға бара ма? әрине балам. Леша, Ақтай, құдай көршілер ғой. Көрші ақсы, тәңір ақсы деген бар. Жақсы болды. Фирмаға керек техниканы сол жақтан көруім керек. Айша, мені қазір Әбдікәрім келіп аудан орталығын алып барады. Есеп қисапты өткізуім керек. Әбдікәрім де сол жаққа барады екен. Мені ала кететін болады, бірге барып қайтайын. Қай уақытта келесіңдер? Құдай қаласа кешке келіп қаламыз. Менің ана сүргасюмді дайындап қойшы. Жарайды. Әкел, шай құяйын.
Сонымен оларға бір кесе су әкеп бермей ме? Олар аң-таң ойланып қалған ғой. Ресторанда арақты кесемен береді екен деп. Сосын не керек? Олар арақ екен деп қағып салады. Сөйтіп қараса ол шынымен су кәдімгі қара су. Оны ресторандағылар тауықты жеп болған соң қолын жуу үшін әкелгендер екен. Сөйтіп анау ресторандағы адамдардың барлығы, даяшылар бар, бәрі қыран топан күлкінің астында қалыпты. Ей, мынау біз бұрылатын жер емес пе? Ереке, Ереке! Есер соқ, бұл не істегенің, а? Ереке, сен анаған бар. Тірме? Ереке! Қане бол, тез! Ереке, ояныңыз, тұрыңыз. Мына жағынан шығарайық. Есікті аш, мына жағынан. Какие доказательства у вас есть, какие документы? Да нет необходимости, я там был. У меня шрамы есть. Но шрамы это не улика в суде. Слушай, единственный суд, который знает... Алло? Я тыңдап тұрмын. Ассалаумағалейкум аға. Не? Қашан? Аудандық емханада ма? Тез арада жетем. Жинау, тез әкем жол апатына ұшырап қапты. Қалай сонда? Бәріне мен кінәлімін. Әбеке, жарайды енді. Бәрі жақсы болса болды. Сонымен бұлай, тәте. Ол әлі есін жиған жоқ. Бірақ қан қысымы бір қалыпты. Ішкі құрылыстары аман. Сонда диагноз қандай? Жағдайы мәз емес. Екі аяқтың жамбас сүйектері сынған. Оң аяғында екі жерден сынық бар. Басы қатты зақымданған. Денесінің де сау тамтығы жоқ. Басының терісі жырылыпты. Соған қарағанда бас сүйегі де зақымданған ау. Бірақ мұның бәрі рентген суреттерінен соң белгілі болады. Жалпы қатты жарақат алған. Сондықтан ең бастысы жүрегі шыдаса болды. Мүмкін бізден әлде бір көмек керек шығар. Қан тапсыру, дәрі-дәрмек дегендей. Негізі бізде бәрі бар. Үмітімізді үзбейік. Қазір оған кіруге бола ма? Дәл қазір болмайды. Қасына біреуіміз қалуға бола ма? Біреуіңіз қалыңыз. Бірақ бәрін топырламаңыздаршы. Мен қалам. Сіздер бара беріңіздер. Сіз қалыңыз. Жалпы бұл жерде тұруға болмайды. Шығыңыздаршы. Жансақтау бөлімінде отыруға болмайды. Кәнекей. Жүріңіз. Айтам, хабарласам бәрін айтам. Ойымдамаңыздар. Бірдеңе керек болса балалар қайт. Болды. Бір адам қалсын болды. Бір адам қалсын. Аға, болмайды. Бара беріңіздерші. Болды. Қайда беріңіздер? Қане? Қайда беріңіздер? Апа, жарайды, уайымдамай қойыңыз. Бәрі де жақсы болады. Бір Аллаға сыйындық. Одан басқа не шара? Таңертең поштаға барып, ауруханаға телефон соғам. Жұмысқа да хабарласу керек еді. Бұл жерде байланысты жоқ. Баха, ал сен үйден аттап шықпа, апамның қасында бол. Жақсы. Қуаныш па?
Қуанышқа тамақ апарып беру керек. Қарны ашып қалған шығар. Қалтасында ақшасы бар ғой, аштан қалмас. Апа, сіз барып жатып демалыңызшы. Біраз тынығып алыңыз. Жарайды, мен үшін әуре болмаңыз. Жүріңіз. Әке, өтінем. Тастамашы бізді. Кешірші мені, әке. Апам екеуіңді ренжіткен тұстарым болса кешірші. Әке. Әке, Тоқтаңыз, мұнда кіруге болмайды. Тоқтаңыз енді. Бәрі ойдағыдай. ол оянды ма? Иә, ол есін жиды. Иә, бәрі жақсы болады. Серуендеп кел. Рахмет. Чина, Шыңғыс, тұр деймін, әкем есін жиды. Апам айттың ба? Апа, бақа, әкем есін жиды. Тұрыңдар. Әбдікәрім. Қалай? Әбдікәрім аман есен, сені қатты уайымдап жүр. Ол қолын сындырып алды, әке. Ереке, көргеніме қуаныштымын. Сіздің тәуір болып кететініңізді мен бірден айтқанмын, Ереке. Сізге аздап тамақ алып келдік. Әкеліңіз, мен қоя салайын. О, бұл не сұмдық? Кім кіргізді? Шығыңыздар, бұл кісіге тыныштық керек. Кәне, тыныштық керек. Айғайламаш, болды, шығамыз. Шығыңыздар. Кім, Медбике? Айғайламай тұра тұрыш деймін, шығамыз. Болды, шығыңыздар. Немене бұл? Бұл кісіге тыныштық керек, шыға тұрыңыздар. Кәне. Сізге бір сұрағым бар еді. Айта бер. Алматыда жақсы таныс бір травматологым бар. Соны осында шақырсам қалай болады? Әрине болады, өз келсе де болады. Әкеңе қазір тыныштық керек. Айтпақшы, сендер гаиді шешіңдер. Ертең тексерушісі келеді, мәселені шешіңдер. Жақсы. Болды, шық. Болды. Барыңдар, шығыңдар, болды. О, қайда? Ереке, қалайсыз? Ереке, бәрі дұрыс па, Ереке? Шығыңдар, бәрін шығыңдар. Ереке, Жарайды Ереке. енді. Шық, бәрін шығыңдар. Жарайды енді. Бәріне мен кінәлімін. Кешіріңдер. Ерекенің орнында өзім болуым керек еді. Әбеке, болден таусылмаңыз. Қиындықтың бәрі артта қалды ғой. Бүгін осында мен қалам. Қам жемеңіздер. Кешке ауысамыз. Қалсаң қала қояқтай, бақыт сенде қал. Кешке Шыңғыс пен Қуаныш келеді. Апа, мен келе алмайтын шығармын. Мен қазір қалаға кетем, дәрігерді алып келуім керек. Әй, Ақтай, сен абайла. Ят болып қалып жүрмесін. Түсіндің бе? Білесің ғой, шын демеспін. Білем ғой сені. Ей. О, Қуаныш. Әкеңнің қал жағдайы дұрысталды. Бәрі бақылауда. Сен кімсің? Ал мен Ақтаймын. Білесің ғой. Міне. Иә, солай. Саған не десем екен? Жағдай жаман емес сияқты. Ешқандай ота жасатудың қажеті де жоқ. Оны аузыңа да алма, ештеңе де жоқ. Бұдан да зорғысын көргенбіз. Әлі-ақ тұрып кетеді. Солай, Шыңғыс. Әке, бәрі жақсы болады. Сосын, мұнда
арнай төсек қойғызу керек, Шыңғыс. Жақсы, ауыстыртам, Юрий Николаевич. Мен қазір 1 минутқа. Иә, қалай? Дәрігердің айтуынша бәрі жақсы болады. Аяқ жазылады. Өлтіресің. Мен сені үйге жеткізіп салам, сосын өзім қалаға травматологқа барам. Жоқ, жүре бер, мен осында кешке дейін болам. Бақа келсе, орын ауыстырамыз. Мақұл, жақсы. Сау бол. Өз бетімен жүре ала ма? Ол үшін уақыт керек. Жас ұлғайған сайын адамның сүйегі біразға дейін бітіп болмайды. Сен тым уайымдай берме. Күтімі жақсы болса әкең тәуір болып кетеді. Менің есебімше солай болуға тиіс. Шыңғыс, уайымдама. Ал өз аяғымен қашан тұруы мүмкін? Шамамен 2 айдан соң. Сосын балдақтың көмегімен одан әрі қайтадан жүруді үйретеміз. Түсінікті. Тойды кейінге қалдыратын болдық. Ана жақтағы Ержан ба? А? Ержан сияқты. Қараш. Тыңдаш. Я, мүмкін өйтіп бүйтіп басқаша шешерміз, а? Тойға шақыру қағазын таратып та қойдық. Қыздардың бәрі келмекші. Бізге бола Маринка құрама штатқа барудан бас тартып отыр. Сөйтші, Шыңғыс, өзің бірден ойластыршы. Ең не дейсің? Әкеме барып, ана жақта Марина Америкаға алсалта Испанияға бармайтын болды. Қане тез тұрыңыз тойға барамыз дейін бе? Үйлену тойы өмірде бір-ақ рет болады. Әкем де өмірде біреу-ақ. Я, әлі де болса сөйлесіп көрсеңші, меніңше ол түсінуі тиіс. Тойды кейінге қалдыр дей қоймас. Шыңғыс, соншама қонақтарды шақырып қойдық. Тойды жарты жылға кейінге қалдырсақ десек сұмдық қой. Жарты жылға. Сөйтші, Шыңғыс, өтінем. Жарайды. Өзім бірден ойластырам. Бірақ тек... Қойып қойғандай. Бұл сізге арналған. Шапшақ екен. Меніңше мұна жері кеңдеу сияқты. Жақсы, ол түсті кішірейтіп тігіп береміз. Нейлі, тереуішті кел. Динара, енді қалай? Анелька, қандай керемет. Маған өте ұнап тұр. Маған да ұнады. Сонымен қалай өз? Коля. Тамаша. Бағасы қанша? Міне, ол мұнда жазылған, өтінемін. Мәссаған, бұл ұялы телефонның нөмірі ме қалай? Жоқ, бағасы осындай. Қалжың керемет екен. Сізге өлшеп тіккендей. Алыңыз. Тыңда, сәл кеңдеу жоқ па? Иә, болуы тиіс. Қазір қарап көрейін. Қайтеміз алу керек. Қуаныш. Балам. Емтихан тапсыратын уақытың болып қалды. Баруың керек. Әке, мен қалай кетем? Сіздер қиналып қаластар ғой. Біраз кішкене қасыңызда болсам ба деп ем. Мені уайымдама. Қарайтын адам бар ғой. Құдайға шүкір. Сен ертең Алматыға бар. Оқуыңды ойла. Тойға қатыс. Ағаңның қасында бол. Біз бара алмайтын болдық қой. Қайтеміз енді. Еш нәрсеге алаңдамай сабағыңды оқ. Жарайды. Сен тойға бармайсың ба? Жоқ. Чина өкпелейтін болды. Мейлі өкпелей берсін.
Маған әкем оқуға барып түс деп айтты. Жарайды, мен қайтайын. Апама қолғабыс етуім керек. Алғане сау бол. Шетке де үстелдер қойылсын. Мұнда біздер жас жұбайлар, ал мына жерде музыканттар. Тойға жақын қалғанда қазы жая жағын ретке келтіре жатармыз. Бір күн бұрын жеткізіңіздер. Біз бәрін өзіміз істейміз, бәрі жақсы болады. Олай болса, бәрі де тамаша. Таза әрі кең. Орындықтардың сыртын қаптап, үстелге дастархан жаю ғана қалды. Сөйтесіздер ме? Иә, сөйтеміз. Айтпақшы Шыңғыс байға асабаң мықты болсын, бізді қонақтардың алдында ұятқа қалдырмасын. Ол қаладағы ең мықты асаба ғой. Мен келісіп те қойдым. Кешіріңіздер. Жүріңіз, дастархан мәзірін ақылдасайық. Меніңше мынаны қойғанымыз дұрыс ау. Қалай ойлайсыз? Міне... Абай мен Космонавтов көшесінің бұрышы. 200 теңге. Мақұл. Бипек автоның автокөліктері, енді олар Қазақстанның кез келген қаласында. Мына телефонға хабарласыңыздар 74-84-96. Қарындас, бір нәрсе сұрауыма бола ма? Болмайды. Менің есім Қуаныш, ал сіздікі ше? Басқаша ойлап қалмаңыз, шын ниетімен танысқым келеді. Ал мүмкін тағдырдың жазуы осы шығар. Қалай, ә? Бозбала, мен бейтаныс жігітпен сөйлеспеймін де. Сіз радионың даусын қаттырақ шығарып қоясыз ба? Қыз деген осындай болуы тиіс. Иә, мұнда өтеміз. Жоқ, жәшікті мұнда қалдырайық. Иә, қалдырыңдар. Ақырын байқа. Қойыңдар. О, Кука қалың қалай? Сәлем, не жиһазға келген бе? Көріп тұрсың ғой. Тамаша. Мен де құттықтап қой, оқуға түстім. О, құттықтаймын. Бұл қиын емес деп саған айтқан едім ғой. Енді міне студентсің. Мен үйге телефон соған, сосын кітапханаға барып кітап өткізуім керек. Мейлі, меніңше қалааралық байланыс қосылған жоқ, ал кітабың ана жақта. Бұлардың бөлмеге мына жаққа. Иә, есікті байқаңыздар. Қане, Жақсы. өз үйіңдегідей сезін. Жарайды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кітаптарды әкелдім. Сіз оқуға тапсырмақшы едіңіз. Түстіңіз бе? Иә, Құтты болсын. рахмет. Қазір қарап көрейін. Жарайсың. Мінекей. Көп рахмет сізге. Жас жігіт, тұра тұрыңыз. Талоныңызды алыңыз. Сәлем. Мені аңдып жүрсіз бе? Тағдыр деген осы. Танысайық. Менің есімім Қуаныш, ал сіз ше? Лаура. Өте жақсы. Не оқып отырмыз? Тарих па? Тарихқа оқуға түстің бе? Иә, тарих факультетіне. Түсінікті. Ал мына кемпір кім? Ақырын сөйлеуіңе болмай ма? Жақсы, қат сөйлемеймін. Ал ол не себепті тарихқа енді екен? Міне мен де соны білейін деп отырмын. Бәрі де түсінікті. Кедер келтірмеймін. Мына кітапты қарап шығайыншы. Көре бер. Ал мұнда суреттер бар ма? Бұл қалжыңда ғана ғой. Мен осында тұрамын. Иә, тамаша. Шығарып салғаныңа рахмет. Оқас жоқ. Ал ертең кездесеміз бе? Білмеймін. Хабарласып көр. Телефон соғам. Жарайды. Сау бол. Көріскенше. Қол шапалақтап, қошеметтеп ортаға шақырамыз. Бәрекелді. Жар айтамыз. Әй, бәрекелді.
Gelince körüge asımızda şar şar Keser aldım şarkım Оу дос көңілі ақ қардай, дос көңілі ақ таңдай, оу келінжан, келінжан, Шыңғыстың достарына бір сәлем. Оу келінжан, келінжан, бетіңді сенің ашқаным, жаңа жұртқа қосқаным. Оу келінжан, келінжан, бетіңді ашқан өзіңнің, мағанда иіліп сәлемет, сәлеміңді ей әдемет. Шапалақ! Ал қадірлі ағайын, қазақтың қасиетті домбырасымен келініміздің бетін ашуға рұқсат етіңіздер. Әй, бәрекелді. Құрмет пен қошемет. Абайлаңдар. Абайла. Абайла, дөңгелек. Есікті аш. Қане. Абайла. Қане? Иә? Ал, ішіне кіріп ал. Ай, бәрекелді, ереке. Бұл деген өмір болғаннан кейін мұндай бола береді. Әлі тойға дейін жазылып кетесіз. Өмір деген осы. Бәрекелді. Ал, кіріңдер ішіне. Қадірлі ағайын, ортаға Шыңғыстың нағашысы Әбдікәрім ағамызды жеңгемізбен, және де Шыңғыстың туған інісі Қуанышты ортаға шақырамыз. Қанекей, құрмет пен қошеметті аямаңыздар. Рахмет. Қымбатты Шыңғыс пен Анел. Құрметті тойшы қауым. Бүгін мұнда керемет той. Руслан, мен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Әрине, осы тойға Ерсайын аға мен Айша апам сіздердің ата-аналарыңыз қатысып отыруы тиіс еді. Көпшілігі білетін шығар. Ерсайын ағамыз жол апатына ұшырап, аяғын сындырып алды. Сода мына тойға келе алмай отыр. Соның бәріне кінәлі менмін. Сол көлікті айдаған мен болатымын. Рөлде отырған осы кісі болған екен. Солай ма? Шыңғыс, Қуаныш, кешіріңдерші мені. Ағайындар! Қанекей, ерекең үшін алып қояйық. Анау кім? Ол Ақтай. Біз сіздерге бақыт, денсаулық, адал махаббат тілейміз. Бақытты болыңдар. Рахмет. Қанекей. Тағы да. Қане. Иә, осылай. Қане, тағы. Міне әкең келді. Тоқтат. Міне, бол. О, ереке, міне үйге де келдік. Ауылға да жеттік, солай. Ереке? Байқасаңшы. Ештің етпейді, абайлаңдар. Ереке, міне үйге де келдік. Басыңды көтеріп, жан-жағыңа қарасаңшы. Қане.
құтты болсын. Бүгін үлкен ұлымыздың тойы ғой. Бақытты болсын. Әке, мен теледидарды ертең осында кеп қоям, жарай ма? Шаршадым. Бітті әйтеуір. Шыңғыс, бауырым, Шыңғыс, бауырым. Аға, Мынандай сұлу қызды тапқан сен нағыз жігітсің ғой. Кел тойды кішкене жалғастырайық. Ішеміз, тойды жалғастыру керек. Шыңғыс, Ой, бұл құдайым-ай. шаршадық. Болды енді жетер. қой шей. Жаным кешірші Ештеңе енді. етпейді. Ештеңе етпейді. Қызым кешіре көр жаным. Демалыңдар. Тоқташы, не олар осында қона ма? Иә, жаным, енді қайда барсын? Қалада менен басқа ешкім жоқ қой. Сәл-пәл шыдай тұршы, енді ертең кетеді ғой. Бақыт. Салта, сәлем. Сәлем. Мен қазір. Сәлемет пе? Сәлем. Үйіңе қашан қайтасың? Сәлден соң, ал не болды? Әкеңді күтісуге көмектесейін бе? Оның көмекшілері бар ғой. Саған қажет не? Маған апам рұқсат етті, өтінемін. Мишка, жинала бер. Кеттік. Қазір барам. Жолшыбай дүкенге соға кетейік, жарай ма? Жарайды. Еге берші. Ей, біреу жетеді, біреу. Біреуін бер. Кәне, төле. Сәлеметсіз бе, Сәкен аға? Сәлемет пе? О, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? О, менің жиенім қызбен қыдырып жүр, жарайсың. Мен ана жөргөкті жатқан кезден білем. Иә, мынандай болған. Иә, алдың ба? Алдым. Иә, өңешім күйіп барады. Марат, Не? сені апам іздеп жүрген. Білем. Нан алуға бола ма? Бүгін сенде қанша сабақ болды? Екеу. Соңғысына барған жоқпын. Мұның не? Сабақтан қалмай жүрсең, емтихан тапсырғанда өзіңе жеңіл болады. Иә. Ағам келіншегімен Түркияға кетті. Балай дегендей. Түсінесің ғой. Ол жақта керемет. Өткен жылы ата-анаммен барғанмын. Тамаша. Ал мен ешқайда шыққан емеспін. Мүмкін есептесерміз. Жарайды. Жігітім, есептеп жібересің бе? Қазір қайда барасың? Үй жаққа барамын. Қуаныш. Қалайсың, бауырым? Қалайсың? Сәлем, Канан, қалың қалай? Қызың ба? Танысым. Тыңда, бір жұмыс бар. Қарызданған біреуді табуымыз керек. Сонда дәл қазір ме? Жоқ, бүгін кешке қарай. Жоғың болсын. Жарайды. Таныс біреуің бе? Жерлеспіз. Thank you. Рахмет сөз түркше қалай айтылады? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Анайлы, қалай ойлайсың? Жанға бір жұмыс туралы қолқа салсам, ыңғайсыз болмай ма? Білмеймін, айтып көрсеңші. Ал ол не жұмыс? Жай, маңызды бір шаруа.
егер көп ақша табатындай болсаң, онда дұрыс болғаны. Демек, осы жер. Иә. Иә. Меніңше осы жер болатын. Міне. Ха, міне, соның өзі. Тоқта. Тоқта дедім саған. Кел бері. Ұста. Ұста деймін мен саған. Бержі, қарыздығым төлейді. Мен бәрінде қайтарам. Бәрінде. Көмектесіңдер. Жүр бер қарай. Жүк салғышташыңдар. Жүк салғышқама керек емес. Бұлаяқ барам ғой. Үніңді өшір. Жүктерді оларындар, мен өзім ақ. Отыр дедім мен саған. Отыр. Қане? Иә, соншалықты үлкен бекен. Жоқ апа, ол тіпті кішкентай. Иә, бірақ сонысына қарамай қолда сусып тұрмайды. Ұстасаң сондай жиіркенішті. Ол дегенің қауіпті ғой. Жоқ, ол сондай кішкентай дедім ғой. Оның су астында жылдам жүзетінін көрсең ғой. Сен неше деп ең? Сағатына 70 шақырымдай, бірақ ол үлкен әрі ақ түсті болатын. Мұның қауіпті екен. Әрине хабарласам. Қой, ол кішкентай деймін. Аға жақсы бол. Содан ана акула жай не болды? Қараш, бәрін естіп алған. Мен саған айтқанмын. Я, есіңде болар. Біз ұстап алдық. Иә. Енді есіме түсті. Анайыл айтып еді. Сенің менде бір жұмысың бар екен. Қаласаң дәл қазір сөйлесейік. Иә, жалпы бір зауыт мәселесі. Бастығы менің танысым. Апа, жүріңіз, сізге көрсетейін. Менің танысымның қайнатасы, жақсы араласып тұрамыз. Сонымен жағдай мынадай. Сол зауыттың шаруасын қазірден бастап қолға алсақ, кейін меншіктеп алу қиын болмайды. Ол туралы әлі ешкім білмейді. Сәт түсіп тұр. Мен біраз есеп қисабын шығарып қойдым. Ең бастысы тасымалдау мәселесін шешсек, иә, соны өз мойның алсаң. Негізі оған көп ақша кетпейді. Бастық өз қолдап отыр. Кейіннен өзі басқара берсін. Иә, бір жылдай жақсы жұмыс істеп, акциясын алып алсақ, зауыт тұрақты жақсы жұмыс істей бастаса табысқа шаш етектен батамыз. Ертең маған түске дейін келіп кетесің бе, Шыңғыс? Иә, әрине. Сол кезде мәселенің әу-жайын шешіп ақылдасармыз. Чина. Мен ұстарыңды ала тұрайыншы. Әрине, ала бер. Тыңдаш, ол бізбен бірге өмір бойы тұра бере ме? Енді өмір бойы емес шығар, ол бөтен біреу емес, туған інім ғой. Мен тұрмысқа сенің туыстарың емес, саған шықтым. Ештеңе де білмеймін, өзің сөйлескін. Бұл не сұмдық? Екеуміздің оңаша тұратын кезіміз болам өзі. Ол қалаған уақытында келеді де кетеді. Кір киімдерін шашып тастайды. Соның артынан күң сияқты жинастыруым керек пе? Бір амалын тап. Тынышталшы. Анель. Жарайды, Анель, сөйлесіп көрем. Мені алдаусыратудың керегі жоқ. Қой енді, жақсы, жарайды. Бұл мәселеде шешілер. Анель. Қане, соған бола ренжіспейікші, жаным. Иә ма? Кука. Тоқта, қайда барасың? Не керек саған? Түнделетіп қайда жиналдың? Көл күрсімей қой. Мен дәл қазір кетем. Мұның не, бауырым, еш қайда барудың қажеті жоқ.
иә оныкі жай маған тиіскендей тұр ғой. Ал сен ше, оның аузын жаба алмағаның ба, бұл сенің үйің ғой деп жүрсем. Тоқта тұра тұршы. Қане соған бола ұрыспайық, Кука. Иә, ұрысып үлгердік. Мен сені әйеліңнің айтқанымен жүреді деп ешқашан ойламаппын, аға. Ал сен әйелімен қалай тұруды айтып ақыл үйретпе. Әлі ештеңе де түсінбейсің, Кука. Түсінетіндей несі бар? Онсы да бәрі айдан анық. Сені той жасауға көндірді, енді бізде менсінгісі жоқ. Мейлі өзіңе жақсы болса тұра бер. Мүмкін тегіңді өзгертерсің, а? Не дедің? Кетші! Енді қайт бұл үйге келуші болма, ұқтың ба? Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2011 жыл. Күмбес кетер, үміт пен сенім барда, баянсыз деме бекер. Жүректің нұры мейір, сағыныш тербер жанды,